Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы векторлық проекцияларға әрекет, соның ішінде векторлардың қосындысы мен айырмасының проекциясы. Біз алдыңғы сабақта, яғни 9-шы сабақта біз векторлардың модулі мен олардың бағытының арасындағы байланысты өткен болатынбыз. Ал қазір сол тақырыпты жалғастырамыз. Ал мен қазір сабақты бастамас бұрын ең алдымен бір осы координатаны сызып алдым. Уақыт созылып кетпес үшін, міне бұл координата, қазір мен түсіндіріп өтетін боламын. Міне мынау векторлар А векторы, В векторы және де С векторы. Осыны жаңағы X осіне перпендикуляр үзік сызық арқылы түсірілген. Міне көрініп тұрған болар. Тағы үстіне басып өте кетейін. Ол С векторының міне А, В, С. Міне үзік сызықпен түскен X осіне перпендикуляр. Мынау X-ны А, X-ны С деген не деген сұрақ туындайтын болса, ол жаңағы X осіндегі А векторының басы, яғни бастамасы міне. Ал мына жерде X, К, А дегеніміз жаңағы А векторының соңы. К-ны дегеніміз не десеңіздер, бұл орыс тілінен алынған, яғни концовка и начало деген сияқты. Міне енді мен түсіндіріп кетейін. X начало А векторы, міне А векторының бастамасы, мына жерде уже X, К, А. Яғни А векторының концовкасы. Мына жерде уже В векторы басталады, яғни X начало В вектора. Потом осы В вектора аяқталады. Концовка В вектора. Потом барып С векторы басталады. Ол мына жерде басталады міне. Оқып тұрыңыздар міне. Начало С вектором. Потом концовка С вектором. Міне осындай координата бар. Осы координата бойынша қазір алдыңғы сабақта есіңізде болар. С векторы тең А векторы мен В векторының қосындысына. Біз бұл формуланы алдыңғы сабақта қарастырған болатынбыз. Ал енді осыдағы С векторының X осіндегісін табайық. Яғни X тең бізде X концовка С вектора, потом X начало вектора С. Осыны біз түрлендіру арқылы осыған ұқсас бір формуланы шығаруымыз керек. Бірақ бұл X осіндегі болу керек. Яғни тең болады X концовка С вектора минус X начало С вектора, вот потом плюс X конца вектора А, потом X начало вектора В. Бұны қайдан алып жатыр десеңіздер, міне жаңағы түсіндіріп кеткен бойынша осыны түрлендіріп шығарып жатырмыз. Содан кейін қайталаймыз. Бізге нақты формула керек. Яғни формула шыққан кезде дейін біз осыны шығарып отыра аламыз. Енді X конца вектора С, яғни не ғой, будильник қой, ал бастап енді бізде мына жерде тек қана конца вектора С, конца вектора С, начало вектора С, плюс конца вектора А, плюс начало вектора В. Ал бізге А векторы мен В векторының X осіндегі проекциясы керек. Ал біз бұл үшін X концовка вектора В минус X начало вектора А плюс концовка
конца вектора А плюс конца вектора... нет, x начало вектора В. Міне, барлық көріп тұрғандарыңыздай, В вектора, А вектора, міне, А вектора, В вектора. Міне, енді ұқсас бөлшектерін бір жерге жинайық. Міне, В вектора, бұнда тоже В вектора. А вектора, А вектора. Ең бірінші А векторын жазайық. X әрдайым бізде концовкасымен жазылады, екінші конца вектора А, яғни соңы. Плюс X начало вектора А. Біз бұны жақша алайық. Қазір бізде формула шығады. Нәжімеңіз болады, мен қателесіп кеттім. Содан кейін енді ұқсас бөлшектер В векторы. X конца вектора В минус X начало вектора В. Біз бұны жақша аламыз. Бұл жерде көрініп тұрғандай тек қана жаңағы ұқсас бөлшектер қалды. Енді оны бір жаққа жинаймыз. Ең бірінші конца вектора А қойылады минус X начало вектора А. Бұны жақша аламыз. Содан кейін қосу, не арасында қосу болады. Содан кейін уже енді екінші вектор В векторына көшеміз. X конца вектора В минус X начало вектора В. Кейін осыдан біз қазір формула шығарамыз. С векторының X өсіндегі проекциясына. Міне, X конца вектора начало вектора А дегеніміз, ол бізде А X береді, ал мына жақшада В X береді. Міне, яғни біз қарапайым осындай шешу арқылы с X-ның формуласын тауып алдық. Яғни с X тең AX қосылған В X-ке. Міне біз басында с векторы тең плюс А векторы қосылған В векторын дедік. Біз осыдан шығардық с X тең AX қосылған В X векторын. Міне бізде осындай формула шықты. Бұны білу маңызды. Ал енді қарапайым д векторын алсақ, сіздерге түсінікті болу үшін д векторы тең А векторы минус В векторына. Бұны тең деймізде А векторы плюс минус В векторына. Онда осыдан dx табамыз. dx тең AX минус VX векторына. Міне осындай формула шықты. Онда бүйтіп жазып қояйын. Бұдан шықты dx тең AX минус VX-ке. Міне бұл қарапайым түрі. Ал қазір сізге бір есеп шығарайық. Түсінікті болу үшін міне есеп көрсетем. Міне координатада берілген S1, S2, S3, S4, S5 векторлары. Яғни біз бұл жерде S1, S2, S3, S4, S5 X бойындағы және де Y бойындағы сан мәндерін табуымыз керек. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын, ал енді қазір шығаруға кірісейік. Алдыңғы тақырыпта өткен бойынша біз бір формуланы жазған болатынбыз. Яғни X тең X конца минус X начало. Яғни AX-тің мәні X-тің соңы және де бастапқысының айырмасына тең дедік. Ал Y-тікі де дәл осындай тек қана сан мәндері ғана өзгереді.
есепке қарайтын болсақ, бізде S1 X, S2 X. Бірінші X-тің мәндерін тауып алайық. S3 X, S4 X, S5 X. Мына координатада векторы бойынша. Координата бойында вектор бойынша міне X өсі, Y өсі деген болады. Міне мына векторлар координата бойында X өсі және де Y өсі деген болады. Бұлар міне осы векторлар мынау әдейі салынған бір көзге дейін. Яғни мына векторлардың бағыттарын қандай сан мәндеріне тең екенін біз қазір анықтаймыз. Яғни мына екі формула бойынша. Енді S1X-ті табайық. S1X Y бойында соңы 6-ға 6 минус албасы бізде 2-ге тең. Сонда бізде 4 метр болады. Яғни мені жазып көрмейді. Ал енді S2X-ті табайық. Мына формула бойынша ұмытпаймыз. S2X қазір тауып міне соңы 6-ға тең, албасы бұл да дәл солай 2-ге тең. Бұл 4 метр болады. Ал енді 3X, S3X-ті табайық. Соңы бізде 4-ге тең, ал басы 8-ге тең. Яғни бізде минус 4 шығар, минус 4 метр. Ал енді S4X-ті табайық. S4X бізде бастамасы 11-де, бастамасы бізде аяғы 11-де, ал бастамасы бізде 8-ге тең. Бізде сонда болады 3 метр. S5X-қа көшейік. S5X міне тұр. Яғни бұл бізде 0-ге тең. Қарасаңыздар анық көрініп тұрған жоқ. Яғни сан мәнмен бөлікшіде тұр. Бұндай жағдайда бізде 0-ге тең болады. Міне сан мәндерін таптық. Бұл бірақ X өсіндегі сан мәндері. Ал енді Y өсіндегі сан мәндерін көшейік. S1Y тең, S2Y тең, S3Y тең, S4Y және де S5Y тең. Ал енді біз бұны мына формуламен шығаратын боламыз. Мына. Яғни S1Y. Міне Y бойынша міне Y бойында тұр. S1 міне. Яғни 9-да тұр. Демек, бұнда сан мәні болмағандықтан біз оны 0 метр деп жазамыз. Мен жаңа айттым, мына жерде дәл солай орын алды. Ал енді S2Y-ті табайық. S2Y бізде 6 минус 4-ге тең. 6 минус 4 тең бізде 2 береді. Ал енді S3Y. Жаңағы қайталанып тұр, яғни S3Y-тің векторы 1-ге көрсетіп тұр, яғни ол бізде 0 метр. S4Y. S4Y міне соңы 2-ні беріп тұр, ал басы 6-ны беріп тұр. Яғни 2 минус 6 бізде минус 4-ні береді. Минус 4 метр. Енді соңыз қалды S5Y. Бұл 10, содан кейін 7. 10-нан 7-ні алсам, бізде 3 метр. Міне, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Міне, есептер де шығарылып, мысалдарда айтылды. Осымен сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларыңыз, сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырамыз. Сау болыңыздар.